Бүгін біздің мектебімізге қонақ ретінде жаңағы абайтанушы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Омар Жәлелұлы қонаққа келіп, өзінің абай туралы ақпаратымен бөлісті. Яғни қонақ ең бірінші жаңағы келген кезде оқушыларымызға абай туралы ақпарат айтты және абайдың өлеңдерінен мысалдар келтірді. Сол мысал өлеңдерінің мазмұнын жеткізу барысында қарапайым өмірден алған мысалдарды айта білді және оқушыларымыз ынтамен тыңдай отырды. Ол жерде біздің мектебімізден 7 сынып пен 11 сынып оқушылары қатысты. 100-ден артық оқушылар ынтамен тыңдай отырды. Сонымен қатар жаңағы қонағымызға сұрақ қойды. Сол сұрақтарына жауап ала білді және де оқушыларымыз абайдың өлеңдерін оқып шықты және де әндерін айтып өтті. Осы жаңағы кездесу жаңағы еркін форматта өтті. Оқушыларымыз жеңіл өздерінің сұрақтарын қоя білді және де қарапайым мысалдарды тыңдай білді. Мен ойлаймын, осындай кездесуден біздің оқушыларымыз абайды ғана емес, жалпы ғылымға деген сүйіспеншілігі, кітап оқуға деген сүйіспеншілігі артты деп ойлаймын. Қонағымызға сөз соңында Жарқын Жұпархан ағайымыз шапан сыйлап, қонағымызға кәде ретінде сыйлық сыйлады және біз өзіміздің мектебімізбен таныстыру барысында мұражайға апарып, ол кісі мұражайды көріп, біздің мектебіміздің тарихымен танысып өтті. Біз өте қуаныштымыз. Оқушыларымыз да осындай кездесулерден өздерінің білімдерін одан ары қарай арттырды деп ойлаймын.